Енді 12-ші есепке қарайық. 12-ші есепте былай деген. Түбірлері төмендегідей комплекс сандар болатын квадрат теңдеуді жазыңыз. 1 плюс 2i комплекс саны берілген. Түбірі осы комплекс сан болатын квадрат теңдеуді құруымыз керек. Яғни x1 1 плюс 2i болатын квадрат теңдеу жазамыз. Бізде мынандай нәрсе бар, мынандай теорема бар. Егер қандай да бір көп мүшеліктің түбірі 1 плюс 2i 2i комплекс саны болатын болса, онда оған түйіндес комплекс санды сол көп мүшеліктің түбірі болады. Қайтадан, егер a плюс bi комплекс саны қандай да бір көп мүшеліктің түбірі болатын болса, онда оған түйіндес a минус bi комплекс саны да сол көп мүшеліктің түбірі болады. Осы теореманы пайдаланып, біз квадрат теңдеудің екінші түбірін 1 минус 2i болады деп жаза аламыз. Енді екі түбірі белгілі квадрат теңдеуді құру үшін біз мына формуланы пайдалансақ болады. Жақшаны ашатын болсақ, x квадрат алынған x1 плюс x2 көбейтілген x қосылған x1 көбейтілген x2 тең 0 деген теңдеуді аламыз. Вет теоремасы осыдан шығатын білеміз. Мынау коэффициентті табу үшін бізге x1 мен x2-нің қосындысы керек. x1 қосылған x2 тең 1 қосылған 2i плюс 1 алынған 2i. Бұдан 2 шығады. Арғы екі комплекс санның көбейтіндісі x1 көбейтілген x2 тең 1 минус 2i 1 плюс 2i. Қысқаша көбейту формуласы бойынша 1-дің квадраты алынған 2i-дің квадраты. 1-дің квадраты 1 минус 2i-дің квадраты минус 4 болады. Мынау минуспен плюс 4 тең 5. Осы табылған екі санды мына жерге әкеп қоямыз. X квадрат минус x1 мен x2-нің қосындысы 2-ге тең, x плюс x1 мен x2-нің көбейтіндісі 5-ге тең, тең 0. Сонымен мынау квадрат теңдеудің шешімі түбірі мына комплекс сан болатындығын біз осы жерден көріп тұрмыз. Мына комплекс сан болады. Сонымен жауабы